Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Бұл кейбіріңізге таныс болар. Еш нәрсе істеуге, тіпті ойлануға зауқың соқпайды. Көбіне мұндай жағдай үзіліссіз тым көп жұмыс жасағандықтан пайда болады. Эмоционалды және физикалық тұрғыда шаршау. Негізінен еңбек жұмысынан гөрі ақылы жұмысы ауыр, сондықтан бұл жағдайдан мейлінше тезірек шыққан дұрыс. Ал оның жолдары қандай? Достар, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әрі қарай жалғастырамыз. Демалу. Біз көбіне күйбең тірлікпен жүріп, уақытылы демалуды да ұмытып кетеміз. Кейінге сұра береміз. Уақытылы демалмау біздің денсаулығымызға кері әсерін тигізетініне назар аудармаймыз. Ал оның салдарлары нашар ситуацияларға әкелуі мүмкін. Сондықтан өз денсаулығыңызға көңіл бөліп, өзіңізге еркелетіп тұруды ұмытпаңыз. Өзіңізге рұқсат етіңіз. Бұл сізге жаңа идеялар мен құлшынысыңызды арттыруға көмектеседі. Мотиватор іздеңіз. Жаныңыз жабырқап, көңіліңіз түскенде ең алдымен өзіңіз үлгі тұтатын нәрсе немесе адам жайлы ойлаңыз, бақылаңыз. Байқасаңыз, сізде лезде алға ұмтылу, қиялдау пайда болады. Бұның өзі нәтиже, ақырындап қозғалысқа апарады. Сондықтан сізге мотивация беретін, жігерлендіретін жандардан үлгі алыңыз. Сүйікті іс. Өзіңізге ұнайтын іс ләззат сыйлайды және шаршау сезімін тудырмайды, керісінше өсуге апарады. Сүйікті ісімен айналысатын жандар үнемі энергияға толы, табысты әрі бақытты болады. Өзіңізге не ұнайтынын анықтаңыз және сол қырыңызды әрі қарай дамытыңыз. Ұмытпаңыз, біз миллионер, мықты бизнесмен, керемет биші немесе білікті дәрігер деп жүрген адамдарымыз тек сүйікті ісімен тынбай айналысқандар. Бізге шаршауға, ештеңеге қызықпауға болады. Бұл қалыпты жағдай. Біз робот емеспіз. Еш нәрсеге зауқыңыз болмаған кезде әрбір сәтті сезінуге тырысыңыз. Өзіңізді күштемеңіз, жүрегіңізбен ақылға жүгініңіз. Баяу әрекет етіңіз. Бастысы өзіңізден бас тартпаңыз, сөкпеңіз. Достар, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге даму.